Біз бүгін Pinduoduo магазиннің рейтингін анықтайтын боламыз. Ол үшін осы сайтқа кіреміз. Товарлардың алдында барлығын қарап, зерттеп, үйреніп алғанымыз дұрыс болады. Сол үшін асықпай бәрін қарайтын боламыз. Енді мына главный менюге барамыз. Жоғарыда былай жылжыта берсеңіздер, көріп тұрсыздар, әртүрлі товарлар шығады. Өзіңізге керек ұнаған товарға кіресіздер. Мысалы, біз газ көрсетейін. Осының біреуіне кірейік. Так. Асықпай сіздер магазиндердің рейтингін қарауыңыз керек, себебі товар алғанда әртүрлі болып келуі мүмкін. Сол үшін магазиннің рейтингі жоғарғы болса, одан адамдар көп заказ берді деген. Енді міне астына түссек, мына жерде көріп тұрсыздар, жұлдыздары бар. 3,5 жұлдыз. Енді басқа магазинді көрейік, мына сумкені көрейік. Астына түсеміз. Мынау уже 4,5 жұлдыз жатыр. Демек, жаңа магазиннен қарағанда осының рейтингі жоғары. Ішіне кірсеңіздер, магазиннің үстін басып, осылай сол магазиндегі товардың барлық әртүрлі товарларды көрсетеді, сумкаларын. Қарап көре берсеңіздер болады, өзіңіздің ұнаған магазиндерге кіріп. Қазір бағасында есептеп көрсетемін. Әзірше осылай әрбір товарды қараңыздар. Тек қана сумка емес, сіздер өзіңізге ұнаған әрбір затыңызды қарасаңыздар болады. Келесіде қай товарды қалай іздеу керек? Мысалға, біреуге посуда керек, біреуге носки керек деген сияқты. Соны да қалай таңдау керек, қалай іздеу керек, оны келесі сабақта көрсетемін. Енді мынаның бағасын қарайтын болсақ, оттың суреті тұрғанда көп адам заказ берді деген сөз ол. Қараңыздар, бағалар өзгереді. Мынаны таңдасақ, анандай, мына 14,89. Ақ сумка кішкене арзандау келеді екен. Астында отзывтары болады. Мында видеосын көрсетіп қойыпты. Мынау енді өзіміз сияқты алған адамдардың отзывтары. Жылжытып қарай берсеңіздер болады. Кәдімгі біз сияқты алған адамдардың отзывтарын көре аласыздар. Қоңыр түсі де бар екен, қара түсі бар. Кейбіреулер уже видео жүктеп қойған. Мына жазылған нелерді скриндап алып, переводқа апарсаңыз да болады, оқуға. Оны переводтан қалай жасау керек болады, оны да келесі сабақтарда көрсетемін. Мұнда видеосын көрсетіп қойған. Алған адамдар өздері отзыв қалдырады. Егер сіз де ертең алып жатсаңыз, товар отзыв қалдыра аласыз. Мыналар енді осы жай кірдім ғой, соңғы несіне. Бұл осы дүкеннен алынған барлық товарлар. Бір ғана сумке емес, мысалға, әртүрлі сумкалар дәл осы магазиннен алынған. Соларға отзыв қалдырған. Анау қараусаңызда жұлдызшалар көп басылған. Мына сумканың да качествосы жақсы, қараңыздар. Алуға болатын сумкалар екен. Негізі осылай бәрін түсіріп салып қойған жақсы болады, ертең өзіңіз товар алғанда да. Мұнда 7,5 деп көрсетілгенмен жаңа кірдік қой. Сол кезде бағасы 14,89 ба болды. Ол бағалары ауысып тұрады. Себебі бұл ең арзан, сумканың ең арзан түрін жазып қояды бағасын. Ең төменгі бағасын.
ал ең көп сатылғандары ол кезде қымбат болады. Қазір тағы да былай жүріп қараймыз. Әртүрлі сумкалар бар екен, иә. Бір нәрсе заказ берместен бұрын осылай әбден зерттеу керексіздер. Магазиндерді, товарларды, олардың рейтингін, отзывтарына қарап, солай жасаған дұрыс болады. Жақыннан түсіріп қойыпты, іші қандай, текстеріне дейін көрсетіліп тұр, қарасаңыздар. Иыққасы қандай қалай болып тұрады, көлемі қандай, соны уже білуге болады. Түстерін көрсеткен, е? Қоңыр, жасыл, қара. Енді басқаны көрек, басқа нәрсе. Негізінде бұл Пиндоду Қытайдағы маркетплейс, үлкен базар болып есептеледі ғой. Бұл жерден енді сапалы да, сапасыз да товар алып қалуы мүмкін. Сол үшін өте мұқият болып, қарап, солай заказ берген дұрыс. Әрине, тамақ біз заказ бермейміз. Енді мына жердегі сізге не керек, соны қарайсыз. Күртешелер, шалбар, әртүрлі менюге қарап, кіріп қарай бересіздер. Әшекей, аяқ киімдер, балалардың товарлары, е? Мына жерде кроссовкиға кіріп қарайық. Әртүрлі кроссовкилар шығарды. Осылай барлық өзіңізге ұнаған товарға кіріп, оның дүкенін, бағасын салыстырыңыздар, дүкеннің рейтингін қараңыздар. Кейбіреулерінде мүлде жұлдызша болмайды. Демек, олардың рейтингі төмен. Енді осылай қарай берсеңіздер, мысал, жақыннан көрсетіп қояды, қандай сапада екенін, соларға да мән беріңіздер, тігістеріне қараңыздар. Мына біреуіне кіріп қарайық қазір. Мында видеосында жүктеп қойған. Оны да қарасаңыздар болады. Жақыннан үстінен бассаңыз, сізге үлкен форматта көрсетеді. Мынау уже отзыв, е? Қарасаңыздар, тым жақсы кроссовки киюге болатын. Астында қарасаңыздар, оттың белгісі тұр ғой. Солар уже көп сатылғандар. Бастапқы екі кроссовкида ақ пен қарада, жасылы мен сары, ақ араласқан, е? Шынайы бағасы 79 юань дейді. Енді осыны конвертер деген мұнда есептегіш бар, валютаны. Соған басамыз. Мұнда менде автомат түрде шығып тұр. Жоғарыдағы сызықша бар, анау 3 таяқша, е? Жоғарыда, сол жағымызда, соған басып, мына жерден қалаңыз таңдайсыздар. Біздер Қытайды таңдаймыз. Себебі бізге юань керек. Осы жерге 79 юаньді жазамыз. Бар болғаны осындай сума екен, е? Қараңыздар. Бізде енді дәл осы кроссовкилар қанша екен білмеймін, бірақ осындай бағада көрсетіп тұр. Әр қайсысын түстерін, размерін басып, асықпай қарап салыстырыңыздар. Мында барлығын жақыннан көрсетіп қойған. Қапталынан, ішін, астын деген сияқты. Әрбір зат аларда мұқият болыңыздар. Асықпаңыздар, бір күн, 2 күн, даже 3 күн зерттеп барып, сосын заказ беріңіздер. Әлі қалай товар таңдау керек, қандай товарды қалай іздейміз, соны айтамын келесі сабақта.